Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Отырамыз. Бүгінгі көңіл күйіміз қалай? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ньютонның екінші заңы, күш және масса. Өткен тақырыптарда біз Ньютонның бірінші заңымен таныстық, Енді бізге қайталау сұрақтары берілді. Сабақты бекіту мақсатында біз қайталау сұрақтарын пысықтап шығамыз. Ең бірінші сұрағымыз бізде динамика нені зерттейді? Динамика механикалық қозғалыстардың себеп салдарын зерттейді. Бұл дұрыс, молодец. Динамика бөлімі ол нені зерттейді екен? Механикалық қозғалыстардың себеп салдарын зерттейді. Екінші, санақ жүйесі дегеніміз не? Санақ жүйесі механикалық нүктелер мен оның қозғалысын зерттейді. Молодец, жарайсың. Үшінші сұрақ. Қандай санақ жүйесі инерциялық деп аталады? Инерциялық санақ жүйесі бір қалыпта және немесе тыныштықта тұрған түзу сызықты айтамыз. Және оған қандай мысал келтіре аламыз өмірде? Бізде инерциялық санақ жүйесі. Қарапайым тілмен айтқанда, егер тыныштықта тұрған денеге не болмаса, тілмен салыстырғанда біз бәріміз қозғалыста барамыз, белгілі бір денеге белгілі бір сырттан бөгде күш әсер етіп, және сол күштің есебінен біз басқа орнымызға қайтып келетін болса, ол бізде инерция. Мысалға, қандай жағдайларда мысал келтіруге болады? Троллейбуста жүру. Тағы метрода. Мысалы біз пойызға мінген кезде, пойыз не істейді ең алғашқы? Рельстен жүру үшін бірінші, артқа қарай шегініп, содан кейін қозғалыс жасайды. Бұл бізде қандай қозғалыс? Бұл инерциялық. Одан кейін екінші тағы да біз үлкен зәулім нелерге барамыз? Торговый домдарға барамыз, Сол кезде біз неге мінеміз? Міне бұлардың жұмысы немен байланысты? Инерциямен байланысты. Төртінші сұрағымыз. Жермен байланысқан санақ жүйесі инерциялық санақ жүйе деп жатады ма, жатпай ма? Айта отыршы. Егер Ньютонның бірінші заңы орындалса, жатады. Егер Ньютонның бірінші заңы орындалмаса, жатпайды. Жатпайды. Ньютонның бірінші заңы немен тұжырымдалатын еді? Ол инерция күшімен тұжырымдалатын еді. Отырамыз. Бесінші сұрағымыз. Ньютонның бірінші заңы және тұжырымдамасы. Оны ұбайдылап қысқаша айтып өтті. Егер басқа денелер әсер етпесе, немесе олардың барлығының әсерлерімен бірін теңгерсе, онда дененің жылдамдығы өзгеріске ұшырамайды. Оған мысал инерция қозғалысын айтсақ болады. Инерция қозғалысын айтсақ болады. Молодец, жарайсың. Одан кейін ең соңғы сұрағымыз, пысықтау сұрағымыз, үдеу дегеніміз не? Үдеу дегеніміз бірлік уақыт аралығында дененің жылдамдығы өзгеру шапшаңдығы формуласын да көрсетеміз. Жарайсың. Енді өлшем бірлігіміз не еді біздің? Метр бөлінген секунд квадрат. Есеп шығару барысында біз еш уақытта өлшем бірлікті ұмытпаймыз. Енді бүгінгі сабағымызға тоқталатын болсақ, күш. Күш дегеніміз ол F әріпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі немен белгіленеді? Ньютон. Жазаламыз енді. Күш деп бір дененің екінші бір денеге механикалық әсерін сипаттайтын және осы әсердің өлшемі болатын векторлық физикалық шаманы айтамыз. Күш деп біз немен белгілейміз? F әріпімен. Күш
Odan keyin өлшем бірлігі Ньютон. Күш. Бізде күш қандай шамал? Бізде күш ауырлық күші бар. F ауырлық күш, F архимед күші, F серпімділік күші, және F үйкеліс күші. Енді F тең MA деді. Масса көбейтілген неге? Үрге. Не болмаса F тең масса көбейтілген G. Ол бізде не? Еркін түсу үдеуі. Енді бізде күш тең және тең емес болып екіге бөлінеді. Тең әсерлі күш дегеніміз қандай? Ол кезде F тең әсерлі күш F1 тең F2-ге. Өйткені екі жақтағы күшіміз тең әсерлі күш болып есептеледі. Ал егер тең емес жағдайда, мына бірінші суретімізде бізде тең әсерлі күш көп. Ал екінші суретімізде тең емес. Мысалы, қарапайым өмірде алатын болсақ, біз базарға барып, неме болмаса бір зат ауыр затты орнынан жылжытатын болса, мысалға бөлмемізді шифонер түрде, біз оны жылжыта аламыз ба бір өзіміз? Жоқ. Өйткені біздің күшіміз жаңағы затпен тең емес. Өйткені ол жерде қандай күштер әсер етіп тұр? Үйкеліс күші әсер етіп тұр. Біз оны тек бірінші орыннан екінші орынға жылжыта аламыз. Ол қандай үйкеліспен? Бізде үйкеліс нешеге бөлінетін еді? Үшке. Домалау үйкелісі, сырғанау үйкелісі және қандай еді? Үшінші күшіміз, үйкелісіміз сәтсіздік па? Қандай еді? Қандай күштеріміз бар еді? Тыныштық үйкелісі. Тыныштық үйкелісі дегеніміз қандай? Тыныштық үйкелісі дегеніміз мына бөлмедегі біз нені алсақ болады? Шкафшы, не болмаса параны алатын болса, ол қандай үйкелісте тұр? Тыныштық үйкеліс. Өйткені ол орнынан жылжымайды. Ал сырғанау үйкелісі дегеніміз не ол? Біз лыжимен немесе катокта біз сырғанайтын болсақ, ол бізде қандай үйкеліс? Ол сырғанау үйкеліс. Ал тербеліс қай кезде болады? Тартып жатқанда біз бір нәрсе. Әткеншекке мінген кезде тербелеміз ба? Бір орыннан екінші орынға. Міне, бұл бізде тербеліс үйкелісі. F үйкеліс күші тең бізге неге? Бұл жерде үйкеліс коэффициенті және тіректік реакция күшіне. Жасаламыз. Серпімділік күш қандай күш? Серпімділік. Өзінің атайды серпімділік. Ол қандай күш? Коэффициент көбейтілген дельта L-ге. Серпімділік күш деп дененің пішіні мен көлемі өзгерген кезде пайда болатын күшті айтады. Не болмаса ол дене ығысады және қай кезде созылады, оған мысалға біз нені алсақ болады? Нелерді алсақ болады? Пружиналарды алсақ болады. Егер біз оны тартатын болсақ, ол не істейді? Созылады. Сол кезде X аралық бізде не болады? Ұзарады, ал оны жіберген кезде ол қайтадан не істеледі? Сығыла бастайды. Бұл бізде серпімділік күш. Және ауырлық күші бар. Ауырлық күші қандай еді бізде? Денелердің жерге тарту күші айтады. Денелерге тарту күші. Ол еркін түсу үдеуі G дегеніміз 9,8 секундқа тең шама. Енді біз бүгінгі өтілген тақырыпты бекіту мақсатында топтарға есеп берейік. Есептер шығарамыз. Бүгінгі тақырыпта бізде формула қандай еді? Есте сақтау үшін. Масса көбейтілген үдеу. Ал үдеуді табатын болсақ, F бөлінген масса. Массаны табатын болсақ, F бөлінген үдеуге. Бұлардың бәрі бізде қандай шама? Векторлы шама. Енді есеп шығарамыз. Бірінші деңгейдің есебі А тобына, екінші есеп Б тобына.
салмағының берілген, есептің берілгенін жазамыз. Берілгені бізде бірінші маса берілген және аты үдеу берілген және екінші маса 8 килограмма тең. Формуланы салдық F тең маса көбейтілген үдеу және екінші формуламыз ол үдеуді табу. Үдеу тең F бөлінген M шешуі. Формулаға салдық 4-ті 2 көбейтік 8 ньютон шықты. Бұл күш 8 ньютон және үдеу. Бұл жерде шыққан 8-ді мына жерге қойдық. 8 және үдеуіміз 1 метр секунд квадрат шықты. Бізде берілгені масса тең 2 килограмм, күш тең 12 ньютон. Бізде үдеуді табуымыз керек. Үдеуді табу формуласы. Үдеу тең F бөлінген M. Біз F'ті M'ге бөлгенде 12 ньютонды 2 килограмма бөлгенде 6 метр секунд квадрат шықты. Үйге тапсырма. 1,5 метр секунд жылдамдықпен, үдеумен массасы 600 килограмм машина әсер ететін тең әсерлі күшті есептеміз. Үйге есеп және бүгінгі сабақтан біздің алған әсерлерімізді рефлексия ретінде тақтаға жазамыз. Бүгін қандай жағымыз қолайлы болды, қай жағымыз қолайсыз болды, нені ұқтық, нені жетілдіруіміз керек екен. Жайлы өздеріңізді, кішігірім ойларыңызды жазып өтіңіздер тақтаға. Үйге 3-те 1-ші жаттығу, Ньютонның 2-ші заңы, масса және күш. Бүгінгі сабақта белсене қатысып отырған Сарвиназға 5, Гайбулаева атсалысып отырды, есеп шығарды, оған 5 қоямыз. Және Жасмина бүгін бізде сабаққа жақсы атсалысып отырды, оған 5 деген баға қоямыз. Одан кейін жақта есеп шығарған қыздар, сұрақтарға жауап берген қыздарымыз бар. Күнделіктерімізді әкелеміз. Сабақ өте жақсы, керемет өтті. Сіздерге рахмет. Рефлексия, тақтаға жазып қойып жіберейік.